Сәлематсыңдар ма балалар? Ал енді балалар қане ортаға шығайық, шаттық шеңбер құрайық, я? Ал тұрайық. Тату баламыз, өсіп алға баламыз, есептерді шығалап, біз білімді баламыз. Өте тамаша балалар. Ал енді балалар біз өткен тақырыпты қайталайықшы. Бізде неше жыл мезгілі бар? Қандай жыл мезгілдері бар? Қыс, күз, көктем, жаз. Өте жақсы. Ал енді қазір бізде жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Ал енді балалар неше апта күні бар? 7. Қандай 7 апта күні бар? Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бізде ал бүгін аптаның қай күні? Дұрыс. Кеше қай күні болды? Сейсенбі. Дұрыс, бейсенбі болды, я? Аптада 7 күн бар екен. Ал енді отырайық. Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз біздің тура санау және кері санау. Қан енді санайықшы балалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дұрыс балалар. Бірден 10-ға шейін тура және кері санадық, я? Ал енді балалар бізге математика әлемінен сиқырлы сандық беріп жеріпті. Ал енді сол сиқырлы сандықтың ішінде тапсырманы орындаймыз ба? Орындаймыз. Ал енді ашып көрейікші бізге қандай тапсырмалар жіберіпті екен. Ой, көптеген тапсырмалар жіберіпті. Сиқырлы сандар жіберіпті. Енді сосы сиқырлы сандарды мен сендердің орталарына ертегі елден бізге ертегілердің суретін жіберіпті. Ал бірінші суретте қай ертегі? Үйшік ертегісі. Ал енді соны үйшік ертегісінің ішіндегі кейіпкерлерін санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал кім көрсетеді? Аяла келе ғой. Өте жақсы. Отыра ғой орныңа. Ал келесі бізде қандай ертегі? Шалқан. Ал кейіпкерін санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 кейіпкер бар. Ал келе ғой Мирас, сен жапсыра ғой. Алты. Алты деген. Ал келесі қандай ертегі? Жетілақ. Ал санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дұрыс. 9 кейіпкер бар екен, жапсыра ғой. Мирас, Ернат, мына жерден жапсырамыз. Өте жақсы, міне. Бізде сонда үйшікте 6 кейіпкер, шалқанда да 6 кейіпкер, жетілақта 9 кейіпкер бар екен, я? Өте жақсы. Ал енді келесі біздің екінші тапсырмамыз санамақ кім біледі дейді. Ал кім санамақ біледі? Ал бірге кім санамақ біледі? Аяла келе ғой. Айда ғой. Ал екіде кім біледі екен? Айта ғой, келе ғой. Екі деген елім, дауым, тауым, көгім. Өте тамаша. Ал үшке кім келеді?
3 degenim elim, ümit jasal jigit. Al 4'ge. Gel oğlum. 4 degenim dözüm, döze bilen özüm. 5 degenim. 5 degenim besik, kışıqtık sodan öysüm. Al 6'nı kim aytadi? Gel oğlum Miras. 6 degenim akıl, sındağanın vakıl. Al 7. 7 degenim jalal, 1 degenim alal. 8'degi Bekbolat kele koy. Ayta koy. 8 degenim Sözün sözüm, ses beletin közüm. kele koy. Bekbolat kele koy. 9 degeni to'xtau, o yerdan jo'g'im jo'xtau. 10 degeni vatan, o'g'im o'g'ni qo'lga botam. Öte tamam. Kelesi bizden tapsırmamızda da orundadınlar. Bugünkü bizden tapsırmamızda belsendi, öte жақсы қатысқан bizde Ayala, ya Ayala bizde жақсы қатысты міне. Екі тапсырмаға да қатысып отырды, ya. Bizde Ернар да жақсы қатысты. Мирас та, Бекболат та жақсы қатысып отырды. Ал енді балалар, біз сендермен қазір үшінші тапсырманы түсіп қалған сандарды тап дейді, я? Түсіп қалған сандарды тап. Балалар, мына жерде қарай түсіп қалған сандар жоқ қой? Соны тез-тез орындап шығамыз, я? Орындап, тез-тез орындап шығамыз. Қаны? Міне, Ayala, Мирас. Ала қой. Кім жылдам орындайды екен? Кім тез-тез орындайды екен? Қаны? Міне. Ал. Бекболат, алдыңа қара. Бекболат, алдыңа қара. Орындаймыз, жылдам орындаймыз. Түсіп қалған сандарды. Кім жылдам орындайды екен? Жеті. Дұрыс. Тоғыз. Он. Жазамыз. Бес бар. Сұрамаймыз өзіміз. Қаны кім бірінші орындады? Жеті. Тоғыз. Он. Bundan орындаған жүрсің. Ne oldu? Toğuzda oynamamız. Bakalımız. Sekiz. Sekiz de var biz. Sekiz, nerede sekiz yazasın? Kim bitti? Ne? Öğretmen tamamsa.
Мирас бізге барлығын дұрыс орындап шықты. Тамаша. Қаны жылдамдатамыз. Иә? Өте жақсы. Кім бітті? Өте тамаша. Қаны Ернар да жақсы, дұрыс орындап шықты. Бекболат та күшті орындады. Аяла. Жаза ғой, жаз. Өте жақсы. Мәне біз үшінші тапсырманы да орындадық. Я, балалар? Өте жақсы орындадық. Үшінші тапсырманы да. Ал, бізде бірінші біткен Мирас пен Ернар бірінші орындады. Ал енді келесі тапсырмамыз қиынды. Мәне тағы да бізге мынандай тапсырма берді екен. Мынау құрастырамыз, я, балалар? Ортаға тастаймыз, мынаған салып қоямыз. Ал, ортадағы қиындыны құрастырамыз жылдам. Кім тез құрастырады? Кім жылдам құрастырады? Ал, тез. Кәні кім тез құрастырады? Кім шапшан? Кім жылдам? Мирас, сенде қандай сан жоқ? Ал, тез. Қайда берсің жоқ? Құрастырамыз. Ал, кім құрастырды жылдам? Мен. Өте жақсы. Ернарда қандай сурет бейнесі шықты? Ара. Дұрыс, ара. Ал, Мирас, сенде қандай сурет шықты? Желқұм. Ал, Аяла, сенде қандай сурет шықты? Қандай сурет шықты? Қане, көреміз. Дұрыс, Аялада тікішақ шықты, я? Зымыран шықты, дұрыс. Ал, Бекболат, сенде қандай сурет шықты? Баланың сурет шықты. Бізде Ернар бірінші жұмысын аяқтады, я? Бізде Ернар бірінші жұмысын аяқтады. Екінші бізде Аяла дейік. Үшінші Мирас. Міне. Ал енді балалар, бізде төртінші біздің сандар ретімен орналастыру. Қаны, балалар? Сегіз жұлдыз бар. Сегіз
Балалар, енді осы сандардың ішінде реттік сандарды ретімен қойып шығамыз. Қане, бәріміз бірге. Бірінші қандай сан тұрады? Бір. Бірді қоямыз мұн жақтан, я? Бірден кейін қандай? Екіден кейін қандай сан? Үш. Қаны жылдам-жылдамдар, ортасында жатқан сандарды рет-ретімен қойып шығамыз. Қаны жылдамдатып. Дұрыс. 5, 6, 7. Ары қарай. Қаны жылдамдатамыз. Ал енді санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал енді кері санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы балалар. Енді қазір біз балалар келесі 5-ші тапсырма. Мысалдарды орындайық, я? Балалар, мен сендерге қазір тақтаға ілемін, ал сендер соны орындайсыңдар. Содан кейін маған сан арқылы көрсетесіңдер. Балалар, мұнда қарайық. Балалар, мұнда қараймыз. Мұн жерде 2 қосу 1. Бізде неше болады? 3. Сондықтан біз 3 шарды не істедік? Бояды. Енді келесі 1 қосу 1 неше болады? 2. Қарындашты алып бояймыз, я? Қаны қарындашты алып бояймыз. Аялар келе қой. Аялар келе қой. Кел аялар. Мына жерде неше шарды бояймыз? Боя ғой, частесі. Әркім өздері білесіңдер, қандай қарындашпен бояуға болатынын, не? Отыра қой. Ал келесі біз десеміз, 3 қосу 2 неше болады? 3 қосу 2 неше? Кім айтады? 3 қосу 2 неше болады? 5. Қаны қолын көтереміз. Ерна. Келе ғой. Қарындаш ала ғой, кел. Бояймыз. Неше шарды бояймыз? 5. Боя, тез-тез. Отыра қой. Сонда бізде неше шарды боядың, Ернар? 5. Дұрыс. Ал келесі есепті шығарамыз. 2 қосу 4 неше болады? 6. Дұрыс. Келе ғой, Мирас. Неше шарды бояймыз? 6. Ал бояйды. Тез-тез ақа. На.
Al endi kelesi bizde qanday? Bir qo'shuv 5 necha bo'ladi? 6. Kela o'g'il bek bo'ladi. Necha shar bo'yaymiz? 6. O'ylan. Tez qo'yadi. Öte жақсы. Бекболат неше шар бояды? 6. Ал енді мына жерде айтайықшы, 3 қосу 1 неше болады? 4. 4. Неше шар бояймыз? 4. 4 шар бояймыз. Боя ғой. Неше шар боядық? Бекболат. Неше шар боядық? 4 шар боядық. Өте тамаша, отыра ғой. Ал енді балалар екінші суретке қарайық, я? Мынау құмыраның ішінде балықтар салынған, я? Бірінші құмырада неше балық тұр? 1. Ал екінші құмырада 4. 4. Бірге 4-ті қосқанда неше болады? 5. Ана әкел жапсыра қой. Кел, Ернар. Мына жерге қоямыз. Мына жерге қоямыз. Отыра қой. 5. Ал келесі Бекболат. Санаймыз. 2 балық. Ал келесі неше балық? 5 балық. Сонда екеуін қоссақ неше балық болады? 7. Кел ғой. Мына жерге болмaz. Мына жерге қоямыз. 7. Ал келесі Мирас. 2. Отыра ғой. 1. 2. 3. Екіншіде 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сонда неше балық болды? 9. 9 балық болды, я? Кәні келе ғой. Өте жақсы балалар. Бүгін өте жақсы сабаққа қатысып отырмыңдар, я? Бүгін барлықтарында жақсы қатысып отырсыңдар. Міне. Ал енді балалар, бізде келесі сабағымызда бітті. Бойымызды сергітіп алайық, я? Қазір бізде қар келе тұрамыз. Кәне орнымыздан тұрамыз. Бұл жерде бізде жерде не жатыр? Сандар жатыр, я? Келуік болады. Бірден 10-ға дейін санау, я? Секіріп санаймыз. Сандарды
айтамыз, ар жақта кері санап келеміз. Қаны Мирас бастай ғой. Енді кері санаймыз, я? 9, dürüst. Kere koy, ilk болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы, Ернар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аяла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi kere sanayımız, ya? 10, 9, 9, 8, 7, Өте жақсы. Көрдіңдер ме балалар? Тура санап секірдік, кері санап секірдік, я? Ал енді балалар отыра қойыңдар. Балалар, енді бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Несімен ұнады? Бояған ұнады, сосын кейін ертегілер, я? Ертегілер де ұнады, я сендерге? Бүгінгі сабағымыз қалай өтті? Күшті өтті дейді балалар. Ал осымен балалар сабағымыз осымен аяқталды.